Іс көп. Қызылжарда осыдан 7 жыл бұрын Балқадиша атты вокалдық фольклорлық ансамбль құрылған болатын. Енді міне олар халықтық деген дәреже алып отыр. Өнер ұжымының ерекшелігі сол, оның мүшелері немере шөбере сүйіп отырған әжелер. Олар негізінен соңғы кездері айтылмай ұмыт бола бастаған халық әндерін насихаттап жүр. Халыққа танымал әнші әжелердің дайындығында тілшіміз Ақерке Қабыкеева болып қайтты. Әр концертке тіпті дайындыққа асқан ыждахатпен әзірлену әжелердің бойға сіңген әдеті. Аптасына 2 рет олар облыс орталығындағы достық үйінде бас қосады. Репертуардағы әндерді қайталайды, жаңаларын үйренеді. Жалпы ақжаулық аналарға артылған жүк ауыр. Олардың өнерлері ғана емес, жүріс-тұрысы, киген киімдері де жастарға үлгі. Енді сахнаға шыққан уақытта боянбай болмайды. Сахна мәдениеті ғой енді. Әке шешелеріміз өздерің әдемісіңдер деп боятпайды тұғын. Мен кефир пайдаланам. Жұмасына бір рет кефир пайдаланам. Ол өзі кішкене былай нетеді, бетті әжімдерін жояды. Балқадишаның ән қорында қазір 40-қа жуық шығарма бар. Олар халық әндерінен басқа Шамшы Қалдаяқов, Нұрғиса Тілендиев сияқты дарындармен бірге жергілікті ақын сазгерлердің әндерін орындайды. Үш дауыста айтып жүр. Ансамбльдің жетекшісі Мәжуда Ибраева Мағжан Жұмабаев атындағы педагогикалық колледжде 35 жыл саз пәнінен сабақ берді. Қазақстан оқушысының үздігі. Барлығымыздың басымызды қосқан осы әннің құдіреті. Басында 20-дан астам әжелер келіп еді, соның ішінен ән салатын әжелерді іріктеп алдық. Кейбір әжелер солай жаулықтарын қалай тіккізу керек сұрап алып кетеді. Оның үстіне мынау райондарда қазір біз облыста ашылдық, райондарда әжелер ансамблі ашылып жатыр. Олар да бізден ақыл кеңес сұрап отырады. Ансамбль мүшелері сан қырлы мамандық иелері, есепші, кәсіпкер, өнер адамдары бар. Басым бөлігі ұстаздар. Күләш апаның негізгі мамандығы биология пәнінің мұғалімі. Зейнеткердің жасы 72-де, ол өнер ұжымы ішіндегі ең үлкені. Біз үшін, мен үшін береке. Мен үшін мен қуана келем, өйткені бұл өзі бір той. Келгеніміз бір-бірімізбенен сол өлеңді үйретіп, сосын бір-бірімізбенен бұлай қарым-қатынаста ойымызда не бар, соның барлығын бөлісеміз. Балқадиша әні біздің бойтұмарымыз дейді әжелер. Бұл әнсіз бірде-бір концерт өтпейді. Халық көңілінен шыққан ұжымның еңбегі еленіп, мәдениет министрі жарлығымен ансамбльге халықтық атағы берілді. Солтүстік Қазақстан облысынан Ақерке Қабыкеева, Евгений Муталь, Қазақстан ұлттық телеарнасы.